Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі аудит пәні арнайы экономикалық пәндер оқытушысы Байшымыров Досжан Жанболатович. Есеп және аудит мамандығының 3-ші курсы білім алушыларына арналған видео сабақ. Сабақтың тақырыбы аудит жүргізудің негізгі сатылары, мақсаты білімділік аудитті жүргізудің негізгі сатыларын үйрену, дамытушылық аталған сатыларды тәжірибеде қолдану процесімен танысу, тәрбиелік аудиторлық тексеру барысында аудит жүргізудің сатыларын толықтай қамту. Аудит жүргізудің негізгі сатыларына тоқталамыз. Біріншісі, аудит көлемін анықтау. Аудит қызметінің көлемі күші бар заңдар мен нормативті реттеу құжаттарына және тапсырыс берушімен арадағы келісім шарттарға байланысты. Аудитор қажетті мекемелер әділ аудиторлық есептеме жасау үшін шаруашылық жүргізуші мекеменің қызметін тексеруде қаржы шаруашылығы туралы барлық жағынан көрсете алуы, бухгалтерлік есепке алу және оның ішкі бақылауын ұйымдастыру, тексеруді жоспарлау мен жеткілікті мәліметтер алуы қажет. Екіншісі, аудитті жоспарлау. Аудит жүргізуді жоспарлау алдын ала талдау негізінде тексерілетін мекеменің алдағы жұмыс ауқымы мен ішкі аудитті қолдануын бағалау, атқару тәртібін анықтап тексеру барысында пайдалану мақсатына сәйкес тапсырыс берушінің келісімі мен сарапшыларды, қосымша қызметшілерді жұмысқа тарту. Мамандарды жұмыс барысында пайдалану аудитордың аудиторлық есеп беруге деген жауапкершілігінен босатпайды. Үшіншісі, бухгалтерлік есепке алу мен ішкі аудит жүйесіне баға. Аудитор тұлғаларды тексеруде пайдаланатын бухгалтерлік есепке алу мен ішкі аудит жүйесіне баға беруге бухгалтерлік есептеменің дұрыстығына әсерін тигізетін қатенің шығуы мүмкіндігін анықтауға тиісті. Мұндай негіздегі баға мазмұнын, ауқымы мен аудиторлық атқару тәртібінің мөлшерін анықтайды. Төртіншісі, аудиторлық дәлелдеме, яғни аудит деректері. Аудиторлар тексеріс барысында қаржы есептемесінің күші бар заңдар мен бухгалтерлік есепке алу стандартына сәйкес жасалуы мен дұрыстығына дәлелдемелер жинақтайды. Бесіншісі, аудиторлық құжаттама. Аудиторлық маңызды дәлелдемелер құжатталуы қажет. Қажетіне қарай аудитор аудиторлық тексеру үшін жұмыс құжаттарын жасай алады. Аудиторлық құжаттама аудиторлардың меншігі болып есептеледі, ал ондағы ақпарат мазмұны тапсырыс берушінің келісімінсіз пайдалануға немесе жариялануға жатпайтын жасырын құпия. Алтыншысы, аудиторлық есеп жасау. Аудитор тексерудің нәтижесі мен аудиторлық есептің қорытындысына мазмұндама жасауға кіріспес бұрын қаржы есебінің дұрыстығын міндетті түрде анықтап, бухгалтерлік есепке алуды жүргізу мен қаржы есептемесінің күші бар заңдары мен бухгалтерлік есеп стандартына сәйкестігін анықтайды. Үйге тапсырма. Ұлыбритания, ақш, батыс Еуропада кәсіби аудиттің пайда болуы.